Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Дәл қазіргі уақытта күннің ыстығында шөліңізді қандыратын әрі өте дәмді, пайдалы окрошканың рецептісімен бөлісемін. Менің рецептіммен жасауға кеңес беремін. Отбасыларыңыздың көңілінен шығады деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазамыз. Ең алдымен бізге қажетті заттар: жұмыртқа, укроп, және колбаса. Бізде осындай колбаса және сыр қажет болады. Келесі кезекте бізде сәбіз, қайнатылған сәбіз және қайнатылған картоп қажет болады. Және свежий огурцы қажет болады. Бізде барлық заттарымыз дайын. Келесі кезекте турауға кірісеміз. Ең алдымен огурцымызды турап аламыз. Барлық заттарды төрт бұрышты етіп тураймыз. Оливье салат жасап көрген шығарсыздар барлығыңыз. Оливье салатқа қандай көлемде турайсыздар? Окрошкаға дәл солай барлық заттарды төрт бұрышты етіп турап шығатын боламыз. Бұл окрошка тағамы орыстардың ұлттық тағамы болып есептелінеді. Өте пайдалы, витаминге бай тағамдардың бірі. Жеңіл, кешкі уақытта жазды күні ішкенге өте жақсы. Огурцыларымыздың барлығын осылай турап аламыз, төрт бұрышты етіп. Келесі кезекте ыдысымызға саламыз. Біз огурцымызды турап болдық. Келесі кезекте піскен жұмыртқамызды турайтын боламыз. Жұмыртқамызды сары уызымен қосып турай береміз. Төрт бұрышты етіп, барлық жұмыртқаларымызды турап шығамыз. Окрошка тағамы жазды күнге өте керемет болады. Дәмі деген өте керемет және пайдалы, оңай дайындалады. Сол үшін сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Интернетті ашсаңыздар, әртүрлі рецептпен жасалынған. Кейбіреулер қаймақ қосады екен. Мен қаймақ қоспаймын. Жұмыртқамызды да турап болды. Келесі кезекте піскен сәбізімізді тураймыз. Сәбізімізді де төрт бұрышты етіп, біркелкі қалыпта жақсылап турап шығатын боламыз. Барлық заттардың саны, өлшемі, яғни видеоның астында описаниеда жазылып тұр. Сол арқылы жасасаңыздар. Мысалы, менде үйде қанша адам бар, сонша адамға лайықты етіп жасадым осы рецепті. Сіздерде көз мөлшерлеріңізбен жетіп қалады. Осы үйдегі адамдарға арнайы бір мынанша штук деген қағида жоқ. Өздеріңіз көз мөлшермен өлшеп, барлығына жетеді деген ойда заттарды қоса берсеңіздер болады. Дәл осы рецептпен жасау керек деген ондай ой болмасын. Сәбізімізді де турап бітті. Келесі кезекте піскен картошкамызды. Картошканы қатты пісір жермейміз, себебі тураған кезде езіліп кетуі мүмкін. Сол себепті кішкене қаттырақ болғаны жақсы. Қаттырақ дегеннен, жеуге ыңғайлы болған кезде
оттың астынан алған жақсы. Қатты пісіп кетсе, ол картошкамыз езіледі. Картошкамызды да дәл солай 4-5 қалыпта тураймыз. Окрошка деген осы тағамды мен ең алғаш рет келін болып түскенде ішкенмін. Маған қайнатам үйде қонақтар келетін кезде жасаған. Сол кезде ең алғашқы рет ішкенмін. Содан кейін өте қатты ұнаған. Жалпы біздің отбасымызға қатты ұнайды бұл тағам. Сол үшін жиі жасап тұруға, жазды күні жиі жасауға тырысамыз. Картошкаларымызды да жақсылап турап аламыз. 4-5 етіп турап болдық. Келесі кезекте сырымызды тураймыз. Сырымызды да дәл солай 4-5 етіп тураймыз. Менде сыр, комо деген сыр. Комо деген сыр бізге қатты ұнайды. Дәмі өте керемет. Жалпы кез келген сырды қоса берсеңіздер болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша дүкеннен алып қоса берсеңіздер болады. Сырды көп қосудың қажеті жоқ. Барлық сырларымызды осылай турап шығамыз. Және ыдысымызға саламыз. Сырдан кейін біз осындай колбасамызды тураймыз. Колбасаның орнына, если колбаса ұнатпайтын болсаңыздар, ет қоссаңыздар да болады. Жеңіл желпі жаздық тағам болғандықтан колбаса қосамыз. Колбасаны да кез келген түрін қоса берсеңіздер болады. Копченый түрін немесе осылай мен сияқты колбаса қоссаңыздар да болады. Қарап отырсаңыздар, өте оңай. Жасауға да аяқ асты қонақ келгенде салқын сусын ретінде, салқын тағам ретінде жазды күндер ұсынсаңыздар қонақтарыңызға өте керемет. Кез келген қонақтарыңызға ұнайды деп ойлаймын. Колбасамызды турап біттік. Ыдысымызға салып, келесі кезекте укропымызды тураймыз. Укропты майдалап тураймыз. Укроп ұнатпайтын болсаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Негізі қоссаңыздар, окрошканың дәмін өте керемет етіп шығарады укроп. Менде ыдысым кішірек болып қалғаннан кейін ыдысын үлкен ыдысқа аудардым. Дәміне қарай тұз және 1 литр айранды қосамыз. Бізде қалада тұрғандықтан қолдың айраны жоқ. Осы айранды қостым. Дәмі өте жақсы. Және сарыағаш қосамыз. Барлығы салқын болса өте жақсы болады. Айранды құйдық, тұзымызды салдық, сарыағашты құямыз. Барлығы өлшеммен емес, көз мөлшермен құйсаңыздар, сұйықтығына қарай. Кейбіреулері қою қылып ішкісі келеді, кейбіреулері сұйық қылып ішкісі келеді. Сол себепті барлығын көз мөлшермен құйып отырып дайындайсыздар. Құямыз, араластырамыз, жақсылап араластырамыз.
айранымыздың қалғанын құямыз. Мен осы окрошкаға осы видеодағы мөлшерде 1 литр айран құйдым. Сарыағашты да сондай көлемде 1 литрге жетпей құямыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша құясыздар. Міне біздің дәміне қарай тұзын да салдық, айранымызды құйдық, окрошкамыз дайын болды. Өте дәмді, керемет болып шығады дәмі. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің YouTube арнамда пайдалы видеолар, пайдалы торттар, оңай рецепттер өте көп. Сіздерден қолдау күтіп, видеома лайк басып, комментарий жазып, қолдау күтемін. Осы орыстардың ұлттық тағамы окрошканы жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.